тастанды баласына деген сағыныш. Күн жексенбі болатын. Жатақхана тып-тыныш. Әсел әдеттегіден ерте оянып, аяғының ұшымен басып балконға шықты. Көктем айының таңғы самал желі неткен керемет десеңші. Әсел ауылдан келген 6 баланың бірі. Әкесінен ерте айырылып, анасының тәрбиесінде болған. Жас кезінен жұмысқа араласып, анасына қолғабыс жасап, тіршіліктің тауқыметін ерте тартқан. Әйтсе де, оқуға өте зерек талдырмаш қыз өз бетімен қалаға келіп оқуға түскен болатын. Сол жылы жаратылысынан аққұба өңді, әрі әдемі, әрі тәрбиелі қызға бір курста оқитын Талғат та бір көргеннен ғашық болып еді. Уақыт зымырап өтуде. Талғатпен жүрген күндерін ой елегінен өткізіп, көңілі толқып, рахатқа бөленіп, балконда біраз тұрды. Олай дейтініміз, бұл күн Әсел үшін ерекше күн болатын. Өйткені уәде бойынша Талғат оны бүгін ата-анасымен таныстырып, орайы келсе үйленуді де жоспарлап қойған болатын. Сол себепті ме, әйтеуір біресе қуанып, біресе аздап көңіліне қорқыныш ұялағандай ма, әлде бір нәрседен қорыққандай болып, денесі тоңып тітіркенгендей болды. Талғаттың ата-анасы байырғы қаланың тұрғыны, бай қуатты болса керек. Талғат көздерінің қарашығындай жалғыз бала болғандықтан, олар оның теңін тауып бақытты болғанын қалайтындығы сөзсіз. Әне-міне дегенше кешкі сағат 7 болып қалды. Әсел ең әдемі көк көйлегін киіп, хош иісті әтірін сеуіп, шашын түзеп, айнаға сұқтана қарап тұрып, өз-өзіне сәл жымиып, «Жолың болсын, Әсел», деп іштей сыбырлағандай болды да, тез-тез басып бөлмеден шығып кетті. Далада құшағы гүл шоғына толы Талғат оны тағатсыздана күтіп тұрған еді. Талғаттың әкесі басқа жаққа іс сапармен кеткендіктен, үйінде үстелді жайнатып әзірлеп, анасы ғана күтіп отыр екен. Хор қызындай сұлу қызбен қол ұстасып баласы Талғат үйге кіріп келгенде, анасының қуанышында шек болмады. Әттең, сол мезеттегі қуанышы ұзаққа созылмады. Үстелге жайғасқан соң, дастархан басында танысу, сұрап білісу басталады. Әсел өздерінің отбасы туралы, өзі туралы жасырмай бәрін айтуы мұң екен, көз алдында отырған сұп-сұлу реңінде әлгінде ғана тамсанып, қызыға қарап отырған Талғаттың анасы Сағираның мінезі тез арада өзгеріп сала берді. Оған ұнамағаны кедейшілік өмір кешіп отырған Әселдің отбасы. Масқара, сақтай көр, тақыр кедейден шыққан қыз, Талғатымның байлығына қызыққансың ғой шамасы. Жоқ, ондайға жол берілмейді. Есің барда елің тап, өз теңіңді таба ғой шырағым. Сен сияқты жалаң аяқтар Талғатымның тырнағына да татымайды. Бара ғой, уақытымды алып босқа өре болма шырағым, деп екі көзін ежірейте бір қарағанда, Әселдің ішкі дүниесі астан-кестең болып, екі көзі жасқа толып далаға қарай жүгіріп шығып кетті. Анасының айтқан ызғарлы сөзі Талғаттың тас төбесінен мұздай су құйып жібергендей, есеңгіреген күйге түсіп, есін жиған соң, ол анасына қарап, бір нәрсе айтқысы келіп, сәл-пәл ернін жыбырлата түсті де, Әселдің артынан тұра жүгірді. Әсел, тоқташы жаным, кешірші мені, бәрібір екеумізді ешкім ажырата алмайды, деп айғай салып, Талғат Әселді өзінше жұбатпақ болды. Айтылған сөз атылған оқпен тең. Дегендей, Әселдің құлағынан Талғаттың анасының балағаттап сөйлеген сөзі кетер емес. Әсел аялдамаға бірінші келген автобусқа отырып кете берді.
Кешкісін іссапардан оралған жұбайына Талғаттың анасы Сағира болған мән-жайды тәптіштеп айтып еді. Оның да түсі бұзылып, ол да баласына ренжіген кейіппен Әселмен кездесуіне қарсылық білдірді. Әсел жатақхана жанындағы орындыққа келіп отырды. Көзіне жасы еріксіз үйіріліп, көңілі жай табар емес. Не үшін? Сонда қалай? Біз бір-бірімізді жақсы көреміз ғой. Маған Талғаттың байлығы емес, өзі қымбат емес пе? Оны қалай түсінбейді ата-анасы? Деген сұрақтар мазалаумен болды. Бір кезде Әсел, жаным, мен сені сүйемін деп өзіне қарай жүгіріп келе жатқан Талғатты байқап қалып, ұшып түрегеліп жатақханасына кетпек болды да, қайтадан орнына сылқ етіп отыра кетті. Екеуі ұзақ отырды. Әйтеуір Талғаттың оған деген шынайы махаббаты оның сан-саққа жүгірген ойын сейілтті ме, әлде Талғатқа деген өзінің махаббатын жоғалтқысы келмеді ме? Әйтеуір екеуі бір-бірінен ешқашан ажыраспауға бел буды. Екеуінің бір-біріне құштарлығы күн сайын үдей түсіп, бақытты күндері өтіп жатты. Бір күні Әселдің қызуы көтеріліп, басы айналып, жүрегі айнып, науқастанып қалып, жүктемес бекенмін деген сезігін Талғатқа сездірген еді. Талғаттың да түсі бұзылып қоя берді. Бірақ сыр бермегендей болып, ештеңе етпейді, барлығы жақсы болады, қажет болса ақша берейін, түсік жасатарсың деді. Әсел ертеңіне ерте тұрып, ауруханаға барып анализін өткізіп, өзінің жүкті болып қалғанына көз жеткізді. Бірақ Талғатқа да, басқаларға да тіс жарып ештеңе айтпады. Өйткені Талғаттың ақша берейін, түсік жаса деген сөзінен кейін оған деген сезіміне күмәндана бастады. Бір күндері денсаулығым болмай тұр деген сылтаумен кездесуден бас тартып, оны ұмытпақ та болды. Талғат Әселдің аяғы ауыр екенін іші біліне бастаған кезде байқады да, енді созудың амалы жоқ шығар. Маған бала болса, оларға немере емес пе? Неге менің үйленуіме кедергі болады деген ойын талай рет ата-анасына айтпақшы болып оқталғанымен батылы бара қоймады. Сол күні Астана қаласынан әкесінің досы Марат, қызы Жайнамен бұлардың үйіне қонаққа келді. Талғаттың әкесі өткенде іссапарға барған кезде келісіп келген болуы керек, шамасы әдейі шақырып келген сыңайлы. Бұндағы ойлары Талғат пен Жайнаны жақынырақ таныстыру екен. Әрине, Жайна қыз өте әдемі, киімі өзіне жарасқан, бірақ мінезі өте жеңілтек тәрізді көрінді. Үйге келген қонақ қызбен қыдырып кел, театрға апар деген анасы кешкісін Талғатқа. Сол үшін бе, әлде Әселді ұмытқысы келгендей болды ма? Әйтеуір ертеңгісін Жайнамен тез тіл табысып қыдыруға шығып кетті. Осыдан кейін екеуінің жұбы жазылмай, әйтеуір үйленетін болды. Талғаттың ата-анасының қуанышында шек жоқ. Талғат та ауыр жүкті арқалаудан құтылғандай жеңіл сезінді. Әйтсе де сөз арасында Әсел екі қабат болып қалды, не істеймін деп анасына жеткізген. Қапаланбай-ақ қой, өзі кінәлі, мен өзім барып түсіндіріп сөйлесемін онымен, деді анасы. Әсел бұл түні дөңбекшумен жатты. Таңертең ерте тұрып, аяғының ұшымен басып балконға шықты. Балконда ұзақ тұрды. Оқуды қалай бітіремін? Үйдегілердің бетіне қалай қараймын? Нәрестемнің жағдайы не болады? Қалада кім маған қол ұшын береді? деп өзегі өртеніп, өмірге қапаланып, көз жасы еріксіз төгіліп, ой үстінде тұр еді. Кенет бөлме есігін тарсылдатқан дыбысқа елең етті. Әсел деген қыз осында ма? Шақырып жіберіңдерші, деген әйелдің даусы естілді. Әселдің жүрегі аузына тығылып қорқып кетті. Ауыл жақтан келген таныс біреу емес пе екен? Ойбай-ау, енді не істеймін? Қалайша олардың көзіне көрінем, күйдірем ғой сорланамды, деп есінен танып қала жаздағаны сол еді. Бөлмедегі құрбысы Айсұлу
балконға жүгіріп шығып, Әселге бір әйелдің келгенін айтты. Далада күтіп тұрған Талғаттың анасы екенін бірден таныды да, қасына жақынырақ келіп, сәлемдескені сол-ақ еді. Талғаттың анасы: «Менің Талғат балам өз теңін тапты. Осы жұманың аяғында тойы болады. Ал сен ренжіме, 2 қабат екеніңді баламнан естігем», деп қолына ақша ұстатты да, кетіп бара жатып: «Енді бізді де Талғатты да мазаламай-ақ қой, өз жөніңе жүр», деп машинесіне отырып кетіп қалды. Әселдің 2 аяғынан жан кетіп қалғандай орнында тұрып қалды. Сәлден соң сүйретіле басып, бөлмесіне зорға жетті. Іші білініп қалған Әсел сабаққа баруды мүлде қойды. Елдің бәрі оған: «Әне қараңдар, анау қызды жігіті тастап кеткен», деп саусақтарын шошайтып көрсететін тәрізді. Енді Әсел не істесін? Бөлмелес қыздарының ақылымен түсік жасауға бекінді. Қасына пысықай құрбысы Гаухарды ертіп емханаға келді. Дәрігер шаршаңқы жүзді егде әйел екен. «Неге бұл қадамға бел будың? Жап-жас әдемі қыз екенсің, болашағыңа балта шаппа», деп оны шешімінен айнытуға тырысты. «Кезек күтіріп отырыңдар», деп екеуін кең дәлізге қалдырды да зертханаға кіріп кетті. Ал Әселдің ойы сан сақта. «Бейкүнә сәбидің қандай жазығы бар», деп бір ойласа, екінші жағынан елге қарабет болып қалай жүремін деген ой тағы мазалады. Бір кезде медбике қыз «Следующая» деген айтып үлгерместен, Әсел ақырындап орнынан тұрып сыртқа шығатын есікке беттеді. Арт жағынан Гаухар: «Әсел, қайда кетіп барасың, жындысың ба? Сенің кезегің ғой», деп жүгіріп кеп иығынан жұлқылай бастады. Әсел оның бетіне тіктеп қарап: «Өзім білемін, қолыммен істегенімді мойныммен көтеремін», деді. Әселге ашуланған құрбысы өзің біл дегенде автобус аялдамасына қарай бет алды. Сода не керек, көп ұзамай Әсел сырттай оқу бөліміне ауысып, жатақханадан кетіп, қаланың шетінен бір орыс кемпірдің пәтерін жалдап тұрып жұмыс іздеді. Үлкен қалада жұмыс табу оңайға түспеді. Әйтеуір әрең дегенде бір кәсіпорыннан жұмыс тапқан Әселдің қуанышында шек болмады. Іштегі титімдей тіршілік иесінің қозғалғанын сезе бастады. Әселдің аяғы ауыр екенін байқаған кәсіпорын басшысы оны жеңіл жұмысқа ауыстырды. Кешке жұмыстан келген соң ойнақтап жүріп от басқан, өкінішке толы өткен күндерді еске алып жылаумен өткізді. Айы күні жақындағанда үй иесі Тамара Федоровна оған ерекше жылы көзбен қарай бастады. Ол кісі сонау сұрапыл соғыс жылдарында Ленинград блокадасын көрген адам болатын. Әселдің босанатын уақыты жеткен кезде жедел жәрдемді де өзі шақырып, перзентханаға бірге барып босанғанын күтіп отырды. Әсел ұл босанды. Тамара Федоровна тап өзі немерелі болғандай мәз-мейрам болып қалды. Перзентханадан өзі шығарып алды. Әсел бір сәтке мұңайып қалды. Мүмкін Талғат келер деген үмітте еді. Бірақ ол қарасын да көрсетпеді. Ауылын, апасын, бауырларын, сүйген жігітін сағынған Әсел ұлының атын Сағыныш деп қойды. Талғат мүмкін іздеп келіп қалар деп бекер үміттенген екен. Ол іздеп келмеді. Аз-маз жиған терген ақшасы да бітуге айналды. Енді ақшаны кімнен алмақ, пәтерге қалай төлейді? Баланың тамағын қайтеді, оны қалай асырайды? Осындай ойлар оны күнде мазалап жүрген ол бір күні қызуы көтеріліп төсектен тұра алмай қалды. Оттай лаулап жатқан Әселдің аянышты хәлін көрген пәтер иесі оның қарсылығына қарамай дәрігер шақыртты. Ауруханаға жатпаса болмайды екен. Өкпесі қабынып қызуы түспей қойған жас қыздың бар уайымы баласы. Бұл ауруханаға жатса, титімдей сәбиіне кім қарайды? Ауылдағы анасы бұның бұл халінен мүлде бейхабар. Жақсы ит өлімтігін көрсетпейді дегендей, не болса да анасының көзіне тірі күйік болмай, бар бақытсыздықты өзі көтеруге тырысқан. Енді не болды?
Дәрігерлер қызуын қайтаруға тырысқанымен жағдайы күн санап төмендей берді. Ақыры ол, мен дұрыстап емделмесем, туберкулез деген жұқпалы дерт нәрестеме жұғып жүрер. Мен өліп қалсам, бұл бейкүнә сәби мынау қатыгез өмірде жалғыз қалар. Сосын оның зар илеген үнін естіп, көрде тыныш жата алмаспын. Ең болмаса сол аман-сау жер басып жүруі үшін мен емделуім керек. Енді тек бұл өмірде сол сәбиді бақытты қылудан өзге мен үшін де мән де мақсат та жоқ. Әкесіне де, ата-әжесіне де керегі болмаған сәби тек маған ғана керек қазір. Өйткені оған өмір сыйлаған өзім. Баланы сәбилер үйіне өткізсем, жағдайымды түзеп алған соң кейін алып кетермін деп амалсыз бел буды. Сағыныштың жөргектерін, киімдерін алып, бір параққа аты жөнін жазып, автобус аялдамасына келді. Әншейінде бір толастамайтын автобуста келіп болмады. Жүрегі қан жылап, баланы қимай бауырына баса берді. Автобуста келіп жетті. Сәбилер үйінің алдына келіп, баланы табалдырықтың үстіне қойды да, біреу болмаса біреу шығып қалар деп, арырақта күтіп отыра берді. Сағыныштың қарны тоқ ұйықтап жатыр. Бейкүнә сәби еш нәрсені сезбейді. Міне есік ашылып, орта жастағы бір әйел баланы алып ішке кіріп кетті. Әселдің денесі дірілдеп, аузы құрғап әзер дегенде автобусқа отырып үйге жетті.